Good afternoon, children. How are you? I am Miss Сымбат and today our theme is fubles. Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Сендермен мен Miss Сымбат және бүгінгі өз сабағымызды бастаймыз. Let's start. So children, open your people's book on page 11, study sport. Енді балдар, people's book кітабымыздағы 11-ші бетке ашамыз, жаңа ереже түріне назар аударамыз. Күшейтпелі сын есімді үйренеміз. Яғни, біз сын есімге жалғау арқылы күшейтпелі сын есімді үйренеміз. Бірінші, beautiful. Beautiful деген әдемі деген сөз. Оған ly жалғауын жалғау арқылы біз әдемірек деп айтамыз. Beautifully. Quick, тез. Quickly, тезірек. Slow, жай. Slowly, жайрақ. Easy, оңай. Easily, оңайырақ. Good, жақсы. Well, өте жақсы. Fast, fast. Fast сөзі тез, ол түбірімен тура сол күйінше қалады, оны біз жаттап алуымыз керек. So, бірге қайталаймыз. All of you, listen and repeat after me. Beautiful, beautifully. Quick, quickly. Slow, slowly. Easy, easily. Good, well. Fast, fast. Good job. Next, exercise 20 on page 11. Choose and complete the sentence. Енді балдар 20-шы жаттауға назар аударамыз. Бізге берілген сөйлемдерді тиісті сөз тіркесімен біз толықтырып дәптерімізге жазуымыз қажет. For example, first, Дамир plays handball badly. Дамир гандболды нашарырақ ойнайды дейді. Екіншісінде айтады, Дана swims. Swim деген ол жүзу деген сөз. Енді бізге берілген сөз тіркесінің мағынасы сай келу керек. Қайсысы болады? Мысалға, very fast деген ол өте тез дейді. Дана swims very fast. Дана өте тез жүзеді екен. Сол сияқты қалғандарын жетік өзіміз жазамыз. Good luck! Next, exercise 21 on page 11. Talk with your friend. Келесі тапсырма 21-ші жаттығу 11-ші беттегі. Енді балдар сыныпта 2-2-ге бөлінеміз және де бір-бірімізбен жаңағындай диалог құрамыз. Алдыңғы сабақта біз әртүрлі ойын түрлерінің жаңағы аудармасын меңгердік, жаттадық деп айтсақ болады. Енді сөйлемде оны қалай қолдануымыз қажет, яғни сөйлем құруымыз, қалай сөйлем құрамыз, қалай диалог құрамыз, солды үйренеміз. Енді бірінші біз сұрақ қоямыз. Мысалға, what do you do well? What do you do well? Что у тебя хорошо получается? Мысалы айтады, сенде нені жақсы меңгергенсің, мысалға, ойын түріне келетін болсақ. Жауап берген кезде біз айтамыз, біз алдың сабақтарда өткен болатынбыз, естеріңде болса, міндетті түрде сөйлем басында бізде бас дауыс жүреді. Кім туралы айтадық? Мен, I. Одан кейін бізде етістік жүреді. Ойнауды қалай айтатын едік, балалар, естерімізге түсіреміз. Дұрыс айтасына, play, I play. Одан кейін ойын түрі жүреді. Футбол болсын, баскетбол болсын, гандбол болсын. I play football. For example, very well. I play football very well. Мен футболды өте жақсы ойнаймын. Соңында кездескен біздегі сөз тіркесі very well деген. Ол бізде міндетті түрде сөйлемнің соңында жүреді. Оны да жаттап алайық. Осылай бір-бірімізбен жаңада диалог құрып үйренеміз. Good luck. So children, that's all. See you next lesson. Goodbye.